Орыс халық ертегісі Қаша қыз. Ерте-ертеде бір атай мен әже өмір сүріпті. Олардың ешқандай да бір баласы болмапты. Содан соң олар қыс мезгілі болған кезде олар қардан қашағыз жасайды. Сол қашағызға қарап тұрып, біздің де осындай балаларымыз болса екен деп армандап, ол өз үйлеріне кіріп кетеді. Сол бір күннен өткеннен кейін ол терезеге қараған кезде шал қарашы, біздің кеше жасаған қаша қызымыз ғой деп оған тамсанып қарап тұрады. Содан соң олар сыртқа шыққаннан кейін ол қаша қыз өте әдемі, аппақ екенін көріп, оларға тамсанады да үйіне кіргізеді. Содан соң одан күн өткеннен кейін ол жаз, көктем, күз мезгілдерін мүлде жақсы көрмейді. Өйткені ол содан кейін бір күн өткеннен кейін ол апасы қызына келіп айтады: сен қызым, ол қабағына қарап, сен қызым шаршап тұрған жоқсың ба деп сұрайды. Содан соң ол: біз деген гүл теруге бара жатырмыз, сен біздің орнымызға барып қайтсайшы, бір жағынан қыздарымен танысып қайтасың деп сұрайды да. Содан соң ол қаша қыз: мен барғым келмейді деп оған айтады. Бірақ бәрібір де әжесі оған гүл теруге шақырады. Содан соң ол сол қыздармен танысып жүреді де бір гүл теріп жүреді. Ол кезде өте күн ыссы болатын еді. Қаша қыз ысыны жақсы көрмейді. Содан соң бір жерден өзеннен сарқырап ағып тұрған суды барып қолын тығып отырады. Содан соң гүл теріп жүргеннен кейін қыздар оның құрбылары бірге бір ойын ойнайық деп шешеді. Содан соң ол ойын ойнап жүрген кезде жалаудың үстіне бір-бірлеп секіріп жүреді. Қаша қыз одан оттан қорқып ары қарай тұрады. Содан соң қаша қыздың кезегі келген кезде олардың құрбылары айтады: сенің кезегің келді, енді сен жалаудың үстіне секіресің деп айтады. Бірақ қаша қыз оған көнбейді, өйткені ол жалаудан қорқады. Содан соң олардың құрбылары бәрібір де мәжбүрлеп оны жалаудың үстіне секіргізеді. Және сол кезде қаша қыз сол жалаудың үстіне секіріп, ол жерде еріп кетеді.